Альхамдулиллахи Rabbil Аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, сайидина ва хабибина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин, амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ala баракату. Құрметті тыңдармандар, біз Құран және оның ілімдеріне қатысты, Құранның таңғажайып сырларына қатысты біраз материалдарды ұсынатын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз уахимен байланысты. Өйткені барлық Алла Тағала тарапынан түсірілген кітаптар уахи арқылы жетті. Құран-ы Кәрімде адамзатқа түскен ақырғы соңғы кітап Құран-ы Кәрімде Алла Тағала тарапынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уахи арқылы жеткен түскен кітап. Құран-ы Кәрім сенімге қатысты теологиялық мәселелерді, сонымен қатар тұлғалық, отбасылық, қоғамдық, саяси қарым-қатынастарды реттейтін, сондай-ақ моральдық, этикалық, яғни көркем мінез құлыққа қатысты, ар-ожданға қатысты көптеген құнды дүниелерді қамтыған ақырғы кітап. Біз бүгінгі дәрісімізде, бүгінгі сабағымызда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға уахи қалай түсті? Әрине, біз исламға қатысты, ислам ілімдеріне қатысты біздің дерек көздеріміз Құран және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистері. Құран және кейбір хадистерге жүгіне отырып, біз алғашқы уахи, пайғамбарымызға түскен алғашқы уахи қалай түсті және қалай пайғамбарымызға Құран жеткендігі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала аятында وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, яғни араб тіліндегі Құранды біз саған уахи еттік дейді Алла Тағала. Солайша уахи еттік. Уахи тек пайғамбарымыз ғана емес, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға дейінгі пайғамбарларға да уахи келген. Өйткені Құран-ы Кәрімде «Инна аухайна илайка кама аухайна илан нухи ван набиина мин ба'дихи». Біз Нұхқа және одан кейінгі пайғамбарларға уахи еткеніміз секілді, саған да біз уахи еттік дейді. Бірақ Құран-ы Кәрімде Алла Тағала Құранды «Инна санулқи алейка қаулан сақила», Құранды ауыр, салмақты сөз деп сипаттайды Алла Тағала. Уахидің түсуі, уахидің келуі оңай болған жоқ. Өйткені Алла Тағала пайғамбарымызды 23 жылдық пайғамбарлығына 40 жыл дайындады. Яғни 40 жыл пайғамбарды дайындады пайғамбарлыққа. Оның көкірегін жарды бірнеше рет. Оған пайғамбарлықтың белгілерін көрсетті бала күнінен бастап. Осы секілді жағдаяттар мен пайғамбарлыққа Алла Тағала пайғамбарымызды 40 жыл дайындады. Бұл оңай болған жоқ. Өйткені уахи келген кезде пайғамбарымыз өте ауыр халде болатын. Салқын күні маңдайынан тер шығатын. Өңі бұзылып, денесі дірілдеп, бейне бір ауыр күй кешетін. Өйткені Харис бин Хишам радиаллаху анху, Алланың елші, саған уахи қалай келетін еді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған уахи қоңырау секілді сылдырлаған бір дыбыспен келетін. Бұл уахи келген жолдардың ішіндегі ең ауыры еді. Пайғамбарымызға ауыр болған уахидің кейбір жолдары. Сол секілді Зейд ибн Сабит радиаллаху анху бірде пайғамбарымыз менің жанымда отырған кезде оған уахи келді. Оның тізесі менің аяғыма тиіп тұрған еді. Сол кезде менің аяғым сынып кететіндей ауырды. Сол уахидің түскенін мен сездім дейді сол кезде. Өйткені алғашқы уахи келген кезде де пайғамбарымыз білесіздер, өте өз-өзіндігінен қорқып, үйіне келіп, мені жабыңдар деп қатты бір қобалжыған еді. Сондықтан уахидің келуі бұл
бір жеңіл іс болмады. Өйткені бұл жаратушы мен жаратылыстың арасындағы ұлы бір байланыс. Уахиді иләһи сыр деп айтуға болады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алғаш уахи түскен кезде Хадижа анамыз пайғамбарымызды Уарақат ибн Науфалға апарған кезде тыңдап, пайғамбарымыздың басынан өткен жағдайды естігеннен кейін бұл намус, яғни Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға келген бұл намус, Мусаға келген періште деп, намус деп Жәбірейілді сипаттайды. Ал Жәбірейіл алейхиссалам ол Алла менен пайғамбарлардың арасында уахи жеткізуші періште. Оны намус деген сөз Жәбірейілдің солай сипатталуы бұл сыр сақтаушы деген мағынаны береді. Өйткені бұл уахиге Алладан жететін уахиды Жәбірейілден басқа ешкім оған көңіл аудара алмайды. Оны пайғамбарға қалай алған болса солай жеткізгендіктен бұны бір иләһи сыр деп айта аламыз. Яғни оны ғылымда, тәжірибеде біз уахидің мәнісін, оның қандай, қалай екендігін толыққанды көз жеткізе алмаймыз. Біз бұған иман келтіреміз. Өйткені Алла тағала Құранды алғашқы сүресінде ақ «Зәликәл китабу ла райба фих», бұл кітапта ешқандай күмән жоқ деп сипаттайды. Ешбір кітап көрдіңіздер ме жер бетінде? Солай бұл кітапта күмән жоқ деп басталған. Құраннан басқа ешбір кітап адамзат тарихында олай басталмаған. Құран ғана өзіне толыққанды 100% күмәнсіз кітап екендігін айтады. Сол жерде мүміндердің сипатын айтқан кезде осы кітапта «Әлләзина юъминуна бил ғайб», біз ғайыпқа иман келтіреміз. Уахи тақырыбы да бізге ғайып. Ең соңғы адамзат пен жаратылыстың арасындағы байланыс 1400 жыл бұрын болып кетті. Біз оған иман келтіреміз. Демек, бізге пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен хадистерге жүгінетін болсақ, Бұхариде Бабул Бадиул Уахи деген уахидің басталуына арнайы тақырып арнайды имам Бұхари. Сол хадистерге көз жүгіртетін болсақ, «Кана ауалу ма будия бихи Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам минал уахи ар-ру'я садиқа фин-наум» деп келеді. Яғни пайғамбарымызға ең алғаш уахи оған ұйқыда шынайы түс ретінде келді дейді. Енді шынайы түс ретінде келуінің сыры неде? Өйткені біз айттық, Құран өте ауыр сөз, өте салмақты сөз. Ғалымдарымыз жалпы 23 жылдық пайғамбарлықтың 6 айы шынайы түс ретінде келгендігін айтады. Уахидің 6 ай, 23 жыл пайғамбар болса, алғашқы 6 ай уахи шынайы түсте келді. Бұл пайғамбарға қатысты дүние емес, негізгі шынайы түс арқылы уахидің келуі. Ибрахим алейхиссалам да Құранда айтады: «Я бунайя инни ара фил манам әнни әзбахук», сені құрбандыққа шалып жатқанды, я балқайым, түсімде көрдім. Түсімде, яғни шынайы түсте Алла білдірді уахи арқылы маған сені құрбандыққа шалуымды деген аят бар. Яғни түс арқылы уахидің келуі ол Ибрахим алейхиссаламда да болған. Сол секілді хадис бар, Сахих Бұхариде, сенімді хадисте: «Ар-ру'я салиха джуз'ун мин 46 джуз'ан минан нубуа» дейді. Пайғамбарлықтың 46-дан бірі шынайы түс арқылы келді дейді. 46-дан бірі. Бұл сенімді хадисте осылай келеді. Яғни Бұхариде келген бірінші хадисте ар-ру'я садиқа десе,
Мына хадисте ар-ру'я салиха деп келеді. 46-дан бері бұны қалай түсінеміз? Ғалымдар әртүрлі көзқарас айтады. Бірақ 23 жылдық пайғамбарлықты алатын болсақ, ғалымдарымыздың айтқандай 6 ай түспен келсе, демек 23 жылдың 6 айы оның 46-дан бірі. Бірақ негізгі уахи ояу кезде, әдеттегі халде келді, ұйқыда емес. Бірақ бұл жердегі ұйқы, пайғамбарымыздың хадисінен білеміз, мислі фәләқи субх, жарқыраған ақ таңдай бір жағдайда дейді. Яғни ол біздің ұйқымызбенен пайғамбарлардың ұйқысын салыстыра алмаймыз. Бұл жердегі түс шынайы түс. Бірақ пайғамбарымыздың сол алғашқы 6 айында түс арқылы келуі әлгі ауыр Құранды түсірілген кезде пайғамбарымызға ауыр келмеу үшін Алла тағала дайындады пайғамбарымызды. Алғашқы уахиды сол түс арқылы беріп пайғамбарымызды дайындады десек болады. Сөйтіп пайғамбарымызға біз Сахих Бұхариде келген хадистерден пайғамбарға келген уахи алғашқыда түс арқылы басталды, шынайы түс арқылы. Содан кейін хадистің жалғасында хуббиба ва сумма хуббиба илайхи ал-хала. Пайғамбарымыз оқшаулануды жақсы көрді дейді хадисте. Жақсы көрсетілді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық келмей тұрғанға дейін Хира үңгірінде оқшауланатын еді. Бұл оқшаулану пайғамбардың пайғамбарлықты күтуі емес, ол білген жоқ ол пайғамбарлықты. Ол өзінің азғындыққа батқан, Аллаға серік қосушылықпен сондай бір жаман әдеттерменен танылған қоғамынан оқшаулануды қалады. Өйткені ол барлық адамға тән. Егер қауымың барлығы осындай бір азғындықта, жамандықта, сондай жағдайда болса, адам өзі оқшауланғысы келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадисте келгендей, ол бірнеше түндер пайғамбарлық келмей тұрып оқшауланатын. Негізінде оқшаулану ол пайғамбарымызға дейін басқа пайғамбарларда да болған. Өйткені Ибрахим алейхиссалам Құранда «Уа'тазилукум ва ма тад'уна мин дунилла». Мен сендердің Алладан басқаға жалбарынып, Алладан басқа табынып жүргендеріңнен мен оқшауланам дейді. «Уа'тазилукум». فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ деп аят келеді. Қараңыз, оқшауланудың жемісін айтады Алла тағала. Ибрахим алейхиссалам пұтқа табынған қауымынан өзі жеке оқшауланып кетіп, кейін فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ олардан оқшауланғаннан кейін біз оған Исхақты, Жақұбты бердік дейді Алла тағала. Сол секілді Муса алейхиссалам ол да айтады: «Ва ин лам ту'мину ли фa'тазилун». Егер менің алып келген нәрсеме иман келтірмейтін болсаңдар, мені өзімнің жайыма қалдырыңдар, мен оқшауланайын, сендерден бөлінейін дейді Муса алейхиссалам. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен сенімді хадистерде бірде бір кісі сұрайды: «Я Расулалла, айюннас афдал?» Я Расулалла. Бір кісі айюннас афдал я Расулалла дейді. Я Алланың елшісі, ең абзал адам кім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: «Ал-му'минун южахиду би нафсихи ва малихи фи сабилилlah».
я Расулалла, ең абзал адам кім деген кезде, Алла жолында жанымен, малынмен жихад қылған, күрескен адам дейді. Ва суммамен, сосын кім деген кезде, ражулун муътазилун фи ши'бин мин ши'аб ва я'буду рабба. Сахих хадис. Адам жоқ жерде оқшауланып, Раббысына құлшылық еткен адам дейді. Ең абзал адам кім деген кезде. Тағы бір хадисте Уқба ибн Амир дейтін сахаба сұрайды: я Расулалла, мән нәжат? Я Алланың елші, қалай құтыламыз? Құтылудың қандай жолы бар Алланың азабынан? Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: әмсик алейка лисанак. Тіліңе ие бол дейді. Тіліңді сақта. Тілің сені иеленбесін. Сен тіліңе ие бол дейді ғой. Содан кейін айтады: вал яса'ка байтук. Үйіңде оқшаулан дейді. Оқшаулануға үйің жеткілікті. Вабки аля хатиятик. Күнә қателіктеріңе жылап сықта, яғни өкін дейді. Бұл да сенімді хадистер, яғни осы секілді хадистерден де пайғамбарымыздың оқшауланудың абзалдығын. Әрине, бұл толыққанды емес, мүлдем қоғамнан баз кешу емес. Ол белгілі бір жағдайларда, қоғамда бір сондай қиындықтар туындаған кезде, азғындық белең алған кезде, фитна орын алған кезде, кей жағдайларда оқшауланудың абзалдығын пайғамбар осы хадистерінде баяндайды. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі де исламға дейін бірнеше күндер, яғни лаяли заватил адад, бірнеше түндер дейді. Мүмкін бір ай оқшауланды. Бірақ бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлықты күткен жоқ ол. Қауымынан оқшауланды. Сол жердегі азғындықтан алыстады. Аллаға серік қосушылықты жаны қаламады ондай жерде болуды. Бірақ Хира үңгіріне барып, сол жерде оқшауланды. Неге Хира үңгірі? Өйткені Хира үңгірінен Кағба көрінетін еді. Пайғамбарымыз Кағбадан ажыраған жоқ. Сол жерде пайғамбар хадисте келгенде ятаханнас ва тааббуд дейді. Ол ятаханнас фи, яғни ол жерде, ол үңгірде ол құлшылық ететін еді. Бірақ қандай құлшылық? Ислам келген жоқ қой. Бәлкім Ибрахим алейхиссаламның дініне сай, немесе Муса пайғамбардың шариғатына сай, немесе өзі жаратылысынан, таза болмысынан Раббысына жалбарынды. Сөйтіп ойменен тәфәккүр қылды. Сөйтіп өзіндік құлшылық етті, Раббысына құлшылық етіп оқшауланған еді хадисте келгендей. Содан кейін хадисте, Бұхариде келген уахидің басталуында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алғашқы уахи келді пайғамбарымызға. Уахи келген кезде пайғамбар түсінген жоқ. Жәбірейіл алейхиссалам келіп, пайғамбарды бейне бір қысты. Оқы деді. Мен оқи алмаймын деді. Сөйтіп бірнеше рет оны оқуын талап етті. Алғашқы аяттар, Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты осы кезде түсті. Бұл жерде қарап отырсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға түскен алғашқы аят оқы деп түсті. Иқра бисми раббикаллази халақ. Иқра. Сол кезде, сол кезеңде пайғамбарымызға алғашқы оқы деген аяттар түскен кезеңде Мекке, жалпы сол аймақта, жалпы әлемде де десек болады, барлық жақтан, оның ішінде Мекке
экономикалық жақтан, әлеуметтік жақтан, саяси жақтан, рухани жақтан, барлық жақтан өте әлсіз, құлдыраған халде еді. Осындай құлдырап тұрған қоғамды құтқаратын нәрсе ол оқу екендігін ұғындырды. Оқу арқылы ғана біз жаңа өркениет құра аламыз. Сол үшін исламда құлшылық, ғибадат, сенім маңызды, Алланы зікір қылу маңызды, бірақ «У'буд раббака» деп аят түскен жоқ. «Сабби исми раббика аллази халақ» деп түскен жоқ. «Иқра» деп түсті. Демек, құлшылық, ғибадат, Алланы еске алу маңызды, бірақ бірінші аят оқы деп түсті. Сол оқу арқылы осы қоғамды, жалпы адамзатты құтқарасың деді. Алақ сүресінің бірінші аяты оқы, соңғы аяты сәждемен аяқталады. Демек, сенің құлшылығың біліммен ғана дұрыс болады. Сенімің біліммен ғана дұрыс болады. Фә'ләм әннәху ла илаха иллаллах. Көрдіңіз ба? Бірінші ілімді айтады, ла илаха иллалладан бұрын Алла тағала. Біл, ол Алла жалғыз екендігін. Демек, сенің таухидың де, сенің құлшылығың да білім арқылы дұрыс болады. Яғни, білімсіз құлшылық, құлшылықсыз білім сені жетістікке жетелемейді. Имам Малик, тарихта білесіздер, харижилер дейтін топ шықты. Құлшылықтарына қарасаң, сен түгілі Абу Бәкір секілді ұлы тұлғалар құлшылықтарын жай бір құлшылық деп ойлап қалатындай, сондай құлшылық еткен еді бұл қауым, харижилер деген. Соны имам Малик не дейді оларға қатысты? Инна aqwaman ibtaghaw al-ibadata wa ada'u al-ilm فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم дейді. Сондай бір қауым бұл харижилер. Олар ғибадаттыға ерекше көңіл бөлді, бірақ адa'ул илм, бірақ ілімді тастап қойды. Сол себепті олар Мұхаммадтың үмметіне қылыш көтеріп шықты, қарсы шықты. ولو ابتغوا علما لحجزهم عن ذلك. Олар егер ілімді ғибадат секілді іздеген кезде, ол ілімі, алған ілімдері бұндай іс-әрекеттен тыятын еді дейді. Демек, харижилер ғибадат, құлшылыққа ерекше көңіл бөлді. Бірақ олар ілім үйренген жоқ. Бірақ олардың ғибадаттары пайда берген жоқ. Оларды адастырды. Сондықтан ілім, білім маңызды болғандықтан алғашқы аят Хира үңгірінде пайғамбарымызға оқы деді. Ол жерде 5 аятта 3 ілім айтылады, 2 рет оқы деп айтылады, 1 рет оқудың құралы қалам айтылады. Қысқа ғана 5 аяттың өзінде қанша мәрте оқу, білімнің құралы қамтылған. Осының өзінен біз түсінуіміз керек. Бұл мұсылман үмметінің оқу деген нәрсе, бұл бір үлкен нышаны болу керек. Сол оқу аятын негізге алған мұсылмандар орта ғасырда әлемде өркениет жасады. Білім арқылы ғана біз азғындықтан, арсыздықтан, осындай діни түсініспеушіліктерден білім арқылы біз арыламыз. Тіпті қызық нәрсе бар. Исламда аң аулаған кезде, ит пен аң аулаған кезде үйретілген әл-кәлбіл муаллам дейді. Егер үйретілген ит ауласа, оның аңын жеуге рұқсат етіледі. Үйретілген ит болса. Ал үйретілмеген иттің аңын рұқсат етпейді. Сондықтан иттің өзін үйрену арқылы ит өзінің аңын адал етеді саған. Демек, үйрену, білу өте маңызды нәрсе.
Жалпы статистикада мынау өркениетті дамыған батыс елдерінде жылына адам орта есеппен 11 кітап оқиды екен. Ал араб әлемінде, мұсылман әлемінде жылына бір адам бір парақтың, бір беттің 4/1 оқиды екен. Сондай зерттеу бар. Демек, білім арқылы батыс дамып отыр. Оқу арқылы. Сондықтан бұл пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам алғашқы түскен аят иқра. Құранда білесіздер ме, ең көп келген сөз не? Ең көп келген сөз не Құранда? Ең көп келген сөз Алла. Соның әртүрлі варианттар. Иля, Алла деген. Екінші көп келген сөз 779 рет келген сөз ол ілім. Көрдіңіз ба? Құранда. 114 сүреге бөлетін болсақ, әрбір сүреде, бүкіл сүреде 7 мәрте ілім қамтылады деген сөз. Сондықтан алғашқы уахидың оқуменен, білімменен байланысты болуының өзінде үлкен мән мағына жатыр. Бұл мұсылман үмметінің жаңа өркениет құру үшін осындай аятпен Алла Тағала бастаған. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды Жабрил алейхиссалам хадиске жүгінсек бірнеше мәрте қысты. Сөйтіп алғашқы аяттар түсті. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға алғашқы уахиды үйреткен кім? Жабрил алейхиссалам. Бірақ жай ғана оқы деген жоқ. Оны қысты. Оны бейне бір көкірегінен қысты. Демек, білім беру жолында да бізге бұл аят, бұл хадистерден түсінеміз. Білім алу үшін демек қиындықтар болады, қысымдар болады, әрекеттер болады білім алу жолында. Сол Хира үңгірінде 600 жыл адамзат ажырап қалған уахимен Хира үңгірінде пайғамбар арқылы адамзат жаратушымен тағы да байланысты. Алғашқы уахи түсті. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды қорқыныш биледі. Ол үйіне келді. Ол Әбу Бәкірге барған жоқ. Абдул-Мутталибке барған жоқ. Неге? Үйіне келді. Жұбайына келді, Хадиша анамызға. Өйткені әйел адамды Құран-ы Кәрімде «Литаскуну илайха» деп сипаттайды. Сен әйел адамнан, әйеліңнен барып тыныштық, жайлылық табасың. Ол қорқып келді ғой, өйткені ол ондай жағдайды білмейді. Сөйтіп үйіне Хадижа анамызға келіп, «Ана хашиту ала нафси», мен өз-өзімнен қорқып жатырмын деді. «Заммилуни, мені жап деп». Хадижа анамыз, білесіздер, ол пайғамбарлыққа дейін, бұл уахи түспей тұрғанға дейін де оның үңгіріне бірге барып, оның тамақ апарып жағдайын жасады. Сондай салиқалы әйел, пайғамбарымыз, сен неғып жүрсің, сенің бұл не әрекет деп оны сөккен жоқ. Өйткені оның хақ жолда екендігін түсінді. Сөйтіп қолдады, үйге келген кезде де оны айтқанын орындап, және кәллә, жоқ, мүмкін емес, сен ешқандай қорықпа деп жұбатты. Жұбатып қойған жоқ, оны сүйіншіледі. Әбшір, лә юхзика Аллаху әбәдә, Алла сені тастап қоймайды. Көрдіңіз бе? Кейбір деректерде Хадижа анамыз кезінде бір әйел жамағатымен отырған кезде бір яһуди келіп, оларға осы қауымнан соңғы пайғамбар шығатындығын айтып кеткендігін есіне түсірген де болуы мүмкін. Сөйтіп пайғамбарымыздың оған бір
Алладан сондай пайғамбарлық беріп жатқанда сезген болуы мүмкін Хадижа анамыз. Сөйтіп, я Мұхаммад, сен уайымдама, Алла сені тастап қоймайды, өйткені сен тасилу рахим, ағайын туысыңмен байланысыңды үзбейсің, тастухул хадис, сен өтірік айтқан адам емессің, тахмилул кәл, әлсіздердің жағындасың әрдайым, тақриул дайф, сен қонағыңды жақсы қарсы аласың деді, және туину аля наваибил хақ, сен әрдайым ақиқаттың жаршысың деп жұбатты. Бірақ Хадижа анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды өзінің әкесімен бірге туған Уарақат ибн Науфалға алып барады. Неге? Әр нәрседе маманына бару керек. Ол пайғамбарымызды Уарақаға ертіп барады. Неге? Өйткені ол Тәуратты білетін, жахилиетте христиандықты қабылдаған адам еді. Тәуратты оқыған, ескі көне жазбаларды жазатын деп көп деректерде келеді. Уарақат ибн Науфалға ертіп барады. Осы жерде Хадижа анамыздың тағы бір әдебін байқауға болады. Ертіп барғаннан кейін, енді айтыңыз, не көрдіңіз, қандай жағдайға тап болдыңыз деп айт деп бұйырмайды пайғамбарымызға. Сонда былай дейді, Уарақат бин Науфал, исма, яғни Уарақаға айтады, тыңдаңыз, ибн Ахик, сенің бауырыңның сөзін тыңдап көріңізші, құлақ асыңызшы дейді. Яғни пайғамбарымызға айтпайды, сен айт демейді. Не көрдің? Не қандай нәрсеге тап болдың? Айт демейді. Уарақаға айтады Хадижа анамыз, тыңдаңызшы, бауырыңыздың жағдайына құлақ асыңыз дейді. Сөйтіп, осы Бұхариде келген хадиске сай, пайғамбарымыз болған жайтты айтады. Сол кезде хадан намусу кана яти аля Муса. Бұл Мусаға келген Жебірейіл дейді. Әттең, сені қауымың қуғанда мен қасыңда болсам, мен саған жәрдемші болар едім дейді. Уарақа айтады. Сонда пайғамбар әмухрижу би, яғни мені олар қауымнан мені қауымым қуады ма сонда дейді. Я дейді. Бұл ақиқат, яғни дін келген пайғамбарлардың, уахи алған пайғамбарлардың барлығы сондай қиын жағдайға тап болған дейді. Уарақа айтады. Ол көне жазбаларды, Тәурат, Інжіл жазбаларын оқыған, жазған адам. Мен сол кезде тірі болсам, мен сенің жәрдемшің болар едім, сені қолдар едім дейді. Бірақ хадисте Уарақат ибн Науфал дүниеден өтіп кеткендігі айтылады. Неге Уарақат ибн Науфал бұл Мусаға келген намус деді? Ол христиан Исаны неге айтпады? Өйткені Исаны яһудилер мойындамайды. Мусаны христиандар да, яһудилер де мойындайды. Өйткені бізде христиандардың қазіргі жүгінетін жазбаларын қарасақ, көне өсиет Мусаға түскен, жаңа өсиет Иса алейхиссаламға түскен кітап деп олар сенеді. Және сонымен қатар Иса алейхиссалам Мусаның шариғатын жалғастырушы ретінде саналады. Мусаддиқан лима байна ядайя мина Тәурат. Тәуратты растап келді Исаның шариғаты. Ондағы кейбір тыйылған нәрселерді рұқсат етіп келді деп аятта айтылады. Сондықтан Мусаны тілге тиек етті. Пайғамбар хадисте Уарақат ибн Науфал Мусаны, Исаны емес. Және басқа бір деректерде Уарақат ибн Науфалдың де әдебін айтады. Ол жерде: Я Хадижа,
сенің айтқаның, яғни пайғамбарымыздың басынан өткен жайтты Хадижа анамыз Уарақаға баяндап береді, пайғамбардың өзі емес. Сол кезде я Мұхаммад, сенің айтқаның рас болса демейді, я Хадижа, ин саддақтини, сен рас айтқан болсаң, онда оған келген нәрсе ол намус, Мусаға келген періште дейді. Демек, пайғамбардың шыншыл екендігін білет Уарақа. Сен шын айтып тұрсаң деп пайғамбарға айтпайды, Хадижаға айтады. Сен, я Хадижа, сенің айтқаның рас болса дейді, онда бұл Мусаға келген намус оған да келді дейді. Демек, бұл оқиғалар көп осындай терең мағыналарды қамтиды. Уарақат ибн Науфал бір күні Хадижа анамыз сұрайды кейін. Алланың елшісі, оның жағдайы қалай дейді. Мен оны раайтуху фил жанна алейхи сиябун бийд. Мен оны жәннатта көрдім, оның үстінде ақ киімі бар дейді. Егер ол тозақта болса, оны ақ киіммен көрмеген болар едім дейді пайғамбарымыз. Басқа хадисте Айша анамыз айтады, Айша анамыздан жеткен хадисте, ла тасуббу Уарақа, Уарақат бин Науфал, инна лаху жаннатун ау жаннатайын деген мағынада хадис бар. Ол жәннаттық дейді пайғамбарымыз, оған тіл тигізбеңдер дейді. Басқа хадисте де абсартуху, мен оны көрдім, фи бутнанил жанна, жаннаттан көрдім, алейхи сундус, кейбір деректерде алейхи сиябун харир, жібектен киім киіп жаннатта жүргенін көрдім дейді. Сондықтан бұл пайғамбарымызды мойындаған, пайғамбарымызды тірі болсам қолдауға ниет еткен, бәлкім бұл әхліл фәтра, пайғамбар келмеген кезеңде өмір сүрген, пайғамбар жетпеген қауымды Алла тағала азаптамайын дейді Құран кәрімде, немесе хақ Исаның қаймағы бұзылмаған таухид дінін ұстанып қалғандығы, пайғамбарымыз келгенде пайғамбарымызға да иман келтіргендігі себепті бәлкім христиан болса да ол жәннаттық, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқандай. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға алғаш уахидың түсуі Сахих Бұхариде келген хадисті қысқаша біз осылай түсіндіреміз. Бірінші қорытындылайтын болсақ, бірінші хадисте келгендей пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға уахи алғашқы кезде шынайы түс ретінде келген. Ол пайғамбарға ғана емес, бұрынғы пайғамбарларға да шынайы түс халінде уахи жеткен. Содан кейін пайғамбарымыз оқшауланғанды қалағандығы, оқшаулану да бұрынғы пайғамбарлардың үрдісінде болғандығы, кейбір жағдайларда оқшаулануды құпталғандығы оқшауланудың, өйткені Аллаға серік қосу, азғындық жайлаған қоғамнан оқшауланып, Раббысына құлшылық ету. Өйткені ислам келгеннен кейін де пайғамбарымыз иътикаф жасау арқылы оқшауланды, кейде Құран оқу арқылы оқшауланған болатын. Содан кейінгі хал бізге пайғамбарымызға Хира үңгіріндегі Жибрил алейхиссаламның алғашқы уахилерді алып келуі, алғашқы уахидің иқра, оқу деген аяттарменен, оқы деген аяттармен басталуы да бұл мұсылман үмметінің білім, ғылымға ерекше ден қоятындығын көрсетеді. Одан кейінгі пайғамбарымыздың Хадижа анамызға келуі, Хадижа анамызбен мәмілесі және Уарақат ибн Науфалға баруы, бұл пайғамбарлықтың алғашқы сәттері, уахидың алғашқы түскен кездері болатын. Бұл уахи ол барлық пайғамбарларға келген, барлық елшілерге Алла Тағала тарапынан келген нәрсе. Яғни тура жолды, адамзатқа тура жолды көрсететін Алланың пайғамбарларға берген бір нұсқаулығы десек болады, уахиды. Сол арқылы біз
адамзат өзінің тура жолынан таймайды. Бізде уахиді нақыл деп айтамыз. Яғни уахи ол бірінші кезекте Алланың Құраны кәрімі бізге жеткізген, уахи арқылы түскен Құран. Екінші, пайғамбардың сөздері де уахи ретінде саналады. Өйткені Құраны кәрімде وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Демек, ол уахиды ғана айтады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Яғни Алланың нұсқауыменен, Алла тағаланың білдіруіменен пайғамбарымыз сөйлеген. Демек, уахияйни шарифейн, Құран мен сүннет біздің екі қасиетті уахиымыз. Алла тағала тарапынан білдірілген. Дінімізде бұл екі уахиді нақыл деп айтамыз. Ғалымдарымыз, әрине біз барлық нәрседе, дінімізде, дүниемізде барлық детально уахиға негізделе бермейміз. Уахи жалпылама бізге қағида ережелерді, нұсқаулықтарды береді. Құранды пайғамбарымыз сөзімен, ісімен баяндайды. Сол үшін уахиді, яғни нақылды ақылменен ғалымдар салыстырған кезде адамның көзі, көретін адамның көзі толыққанды көру үшін, діттеген мақсатына жету үшін оған жарық керек болғаны секілді, ақылды адамның да мына өмірде дұрыс, жақсы мен жаман, дұрыс пен бұрыс, адал мен арамды толыққанды ажырату үшін уахи қажет. Демек, біз көзіміз толық көреді, бірақ жарық болмаса, ол көретін көз сені діттеген жеріңе жеткізе алмайды. Сол секілді ақылыңыз толық, ақылыңыз сау, бірақ уахи болмаса, қараңғыда жүрген көз секілді. Сондықтан да Алла тағала адамзатқа әр кезеңде пайғамбарлары арқылы уахи түсіріп, өзі жоқтан бар еткен, сені сенен де жақсы білетін Алла саған тура жолды, жақсы мен жаманды уахи арқылы көрсетті. Бірақ Құран ең соңғы кітап болғандықтан, сонау пайғамбар заманынан кейін уахи тоқтады. Пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін де халифалар ол кісіге көп құрмет көрсетеді. Бірде Әбу Бәкір келеді Омарға. Я Омар, жүр Айманға барып келейік. Оны зиярат етейік дейді. Сөйтіп, Әбу Бәкір мен Омар екеуі Айманға келіп, хал жағдай сұрасып, сол жерде пайғамбарымызды еске алады. Пайғамбарымызды еске алып, Айман жылайды, көзіне жас алады. Сонда Әбу Бәкір мен Омар айтады, енді ол пайғамбарымызға Алланың алды қайырлы ғой, оған ақырет қайырлы мына дүниеден. Сонда Айман айтады, білем ақырет қайырлы оған, Алланың алды қайырлы оған, бірақ мен ол үшін жылап отырғаным жоқ. Пайғамбардың дүниеден өтуі менен уахи кесілді ғой. Жаратушының адамзатқа нұсқаулығы тоқтады ғой. Аяқталды емес пе сол пайғамбардың дүниеден өтуі менен? Мен сол үшін жылап отырмын дейді. Сол кезде Әбу Бәкір, Омар екеуі де қосылып жылаған екен. Бұл сенімді хадисте. Сонда Айманның даналығы бұл жерде көрдіңіз бе? Адамзат пен жаратушының арасындағы байланыс толықтай үзілді содан бастап. Пайғамбардың дүниеден өтуіменен болды. Қияметке дейін енді уахи келмейді. Бірақ «Әл-яума әкмәлту ләкум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту бил...» Жаңағы Құран кәрімде бүгін діндерің толықты деген мағынадағы аятта пайғамбарымыз уахиді, яғни Құранды толық, кәміл уахиді толыққанды бізге жеткізіп кетті.
Сондықтан яғни уахи кесіліп бір бізге жетпей қалған дүние жоқ. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 23 жылға жуық уақыт әртүрлі жағдайда, әртүрлі кезде уахи келіп отырды. Алғашқыда түс арқылы келсе, яғни шынайы түс, жарқыраған ақ таңдай болған түс арқылы келсе, кейде сапарда келе жатқан кезде пайғамбардан жетеді ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға уахи түскен кезде көлікте келе жатқан түйе шөгіп қалатын еді дейді. Түйе шөгіп қалатын еді пайғамбарға уахи келген кезде. Ол өйткені ол ауыр, салмақты сөз еді Құран-ы кәрім. Сапарда келе жатқанда, әртүрлі жағдайларда уахи түсіп отырды. Бір кездері уахи ұзақ мерзім келмей қалған кездерде болды пайғамбарымызға. Бірақ уахи кейбір жағдаяттарға байланысты, кейбір қойылған сұрақтарға байланысты түсіп отырды. Енді кейбір дін дұшпандары тарихта, ориенталистер, дінсіздер, бұл пайғамбар заманында да, бұл пайғамбардың ойдан шығарғаны, бұл Алланың сөзі емес деген адамдарда болды. Бірақ Құран-ы кәрімдегі пайғамбарға келген көптеген ескертулер ол пайғамбардың сөзі емес екендігін дәлелдейді. Тіпті таббат яда аби лахаби ва табб. Қараңыз, Әбу Ләхабтың оның тозаққа түсетіндігін Таббат сүресінде анық айтып тұр, солай ма? Әйелі оған отын таситындығын, солай ма? Енді қараңызшы, негізінде Әбу Ләхабта мүмкіндік болды ғой пайғамбардың Құранды жалғанға шығаруына. Иман келтіріп кеткен кезде ол қанша жылдар болды арада. Таббат сүресі түскеннен кейін қанша жыл уақыт болды. Ол аятты түскенін көріп тұр. Енді сол Құранды теріске шығаруға ода мүмкіндік болған еді. Иман келтіру арқылы. Бірақ иман келтірмеді. Көрдіңіз бе? Құран хақ, қалай болатынын да Алла біліп тұр. Пайғамбар саллаллаху абаса ва тавалла. Мысалы, пайғамбар өзі жазатын болса, өз-өзін айыптай ма? Қанша жерде бұл айыптаулар келеді пайғамбарымызға Құранда. Ескертулер келеді. Саған соқыр адам келген кезде тыржиды бетіңді, яғни шамалы тыржиып, теріс айналма дейді. Сен білмейсің кімде хайырлы екен. Әрине, пайғамбар бұл жерде дін үшін, діннің абыройы үшін кейбір әрекеттерге барған шығар. Бірақ сонда да Алладан ескертулер алды. Демек, бірнеше аяттарда пайғамбарымызға келген ескертулер Алла тағала тарапынан. Бұл пайғамбардың сөзі емес екендігіне бір дәлел. Және уахи келген кездегі кейбір халдерді кейбір ориенталистер галлюцинацияменен, сондай бір мәжнүндік аурумен сипаттаған. Бірақ пайғамбарымыз айтады, маған ауыр түрде уахи келген кезде, бірақ мен оны толық ұғынып алғаннан кейін жеңілдеп қалатынмын дейді. Демек, ұғып алатын. Оның 19 ғасырда бұл жағдаяттарды мына Францияда ғалымдар, медицина ғалымдар зерттеген. Бұл галлюцинация пайғамбарымыздың хәлін зерттеген кезде мүлдем бұл галлюцинация емес. Бұл пайғамбар саналы түрде ақылын жоғалтпай, тек сәл денесінде дірілдер болғаныменен, тұла бойын тер басқаныменен, бірақ ол 100% толық қанды ақылын жоғалтпай уахиды қабылдаған еді. Сондықтан уахи келген сәтті де дін дұшпандары әртүрлі сипаттап, оған түрлі кемшіліктер, айыптар таққысы келді, бірақ оны ғылымның өзі дәлелдеп, бұл ондай хал емес екендігін түсіндірген еді. Сондықтан және 23 жыл бойы ол егер сондай
ауру, мәжнүн, ақылынан адасқан, ақылынан алжасқан болса, 23 жыл бойы Құранды қабылдап, осындай керемет мұғжизалыққа толы ғылым, өркениет, адамзатты тура жолға бастайтын Құранды алып келмеген болар еді. Өйткені ақылынан адасқан адам бұндай Құран әкеле ала ма? Сондықтан Құран өзін сипаттағандай, ол тура жол көрсетуші, адамзатты қараңғылықтардан нұрға шығарушы. Құран ол шифа, Құран ол рахма деген секілді Құран өзін бірнеше сипаттарменен бірден бір адамзатты қараңғылықтан нұрға шығарып, тура жолға бастайтын кітап Құран. Осы Құран арқылы адамзат тарихында біз мұсылмандар әлемдік өркениет құрды. Сондықтан біз алдағы уақытта Құранның түсу жолдары, кезеңдеріне тоқтала отырып, оның ғылыми аспектілеріне, ғылыми мұғжизалығына да тоқталатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, осымен біздің бүгінгі Құран және оның ілімдеріне қатысты сабағымыздың алғашқы бөлігі уахи тақырыбы осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.